Сәлем баршаларыңызға, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін оразаны бұзатын және бұзбайтын 70 амалдың 10 амалына тоқтала кетеміз. Алдағы уақытта тағы шығатын менің видеоларымды жоғалтып алмас үшін колокольчикті басып қоюларыңызды және комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыруларыңызды сұраймын. 11-ші сұрақ. Рамазанда күндіз асқазанға шланга жұту оразаны бұзады ма? Жауап. Егер шланганың басында сұйық зат болмаса, немесе болып, бірақ ол асқазанға түспесе, шланганы жұту оразаны бұзбайды. Себебі, қағида бойынша сырттан кірген әрбір зат табиғи жолдан өтіп, тамақ, асқазан және ішекке орнығуы керек. Орнықпай кері шығарылса, ораза бұзылмайды. 12-ші сұрақ. Сәресінің уақыты бітпеді деп қателесіп ішіп жеген адамның жағдайы қалай болады? Жауап. Бұл адам тек бір күн қазасына ғана өтейді. Себебі кафаратты міндетті қылмайтын қағиданың ішінде қателесіп ішіп жеу, мәжбүрленіп ішіп жеу бар. 13-ші сұрақ. Өздігінен тамақ жей алмайтын балаға тамақ шайнап беру оразаны бұзады ма? Жауап. Егер шайнаған тамақтың дәмі тамаққа орнықса, яғни дәмін сезсе, оразасы бұзылады. Ал егер сезбесе, бұзылмайды. Себепсіз шайнап берген болса, бұл ісі мәкрух амалға жатады. Бұл жайлы Радуль Мухтар және Аль-Биная кітаптарында бір нәрсенің дәмін көру мәкрух танзихан халалға жақын. Егер күйеуінің мінез құлқы жақсы болмаса, тамақтың тұзын білу үшін дәмін көрсе болады. Ал егер дәмін көру міндетті жағдайлар болса, ешқандай мәкрух емес деген. 14-ші сұрақ. Аузы берік адам темекі шексе, оразасы бұзылады ма? Жауап. Оразасы бұзылады. Бір күн қаза және 60 күн кафарат өтейді. Себебі түтін тығыз орналасқан физикалық массалардың қатарына жатады. Және темекіде қызығушылық пен құмарлық сипаттары бар. 17-ші сұрақ. Аузы берік адамның құсуы оразаны бұзады ма? Жауап. Егер құсық адамның іс-әрекетінсіз келетін болса, ораза бұзылмайды. Ал егер әдейі өзін қинап, аузын толтыра құсатын болса, оразасы бұзылып, қазасын өтейді. Егер құсық адамның еркінен тыс көп көлемде болсын, немесе аз көлемде шығатын болса, ораза бұзылмайды. Бұған имамдарымыз арасында талас жоқ. Құсықтың кейбір бөлігі ішке қайтуында 4 түрлі мәселе бар. Біріншісі, құсық аз бөлікте шығып, кейбірі ішке қайта кірсе, ғалымдарымыз бір ауыздан бұзылмайды деген. Екіншісі, имам Әбу Юсуфтың көзқарасында, егер құсық ауызғы толарлықтай шығып, жартысы ішке қайта кірсе, ораза бұзылады. Үшінші, имам Мұхаммедтің көзқарасында, егер құсық ауыз толтырарлықтай шығып, бірақ әдейі жұтпаса, ораза бұзылмайды. Төртінші, құсық ауыз толтырарлықтай шығып, адам оның кейбірін ноқат көлемінде болсын, әдейі жұтса, ғұламаларымыз бір ауыздан бұзылады деген. 18-ші сұрақ. Рамазан айында ертең сапарға шығамын деп оразаға ниет етпей қоюға болады ма? Жауап. Жоқ, болмайды. Себебі адам сапар үкіміне ниетпен емес, тұрғылықты жеріндегі соңғы үйлерден ажыраған сәттен бастап кіреді. Бұлай ниет ету харам. Себебі тұрғылықты адамға оразаға ниет етіп ұстау парыз. 19-ші сұрақ. Рамазанда таң намазынан соң сапарға шыққан адам ауыз ашуына болады ма? Жауап. Жоқ, рұқсат емес. Себебі жолаушы адам Алла тағаланың ораза ұстамауға рұқсат еткен категориясына кіру үшін оның сапары таң намазының уақыты шықпай басталып, шам намазының уақытына дейін жалғасу қажет. Егер таң намазынан алдын сапарға шығып, бірақ діттеген жеріне асырда жетсе, ауыз ашуына болмайды. Өйткені бұл адам бір мезетте ораза ұстаушылардың қатарына және ұстамауға рұқсат етілгендердің қатарына кіріп тұр. Міне сол үшін аузын ашпай оразасын ұстайды. Егер аузын ашып қоятын болса, бір күн қаза өтейді. Жасаған ісі харамға жақын мәкрух амалға жатады. Кафарат өтемейді. Себебі бұл жерде күмән бар. Ал күмән болған тұста мұсылманға кафарат жүктелмейді. 20-ші сұрақ.
Аузы берік адам мисуақ қолдануына болады ма? Жауап: мисуақ қолдануға рұқсат. Оразаны бұзбайды. Міне бүгін оразаны бұзатын және бұзбайтын 70 амалымыздың тағы бір 10 амалымен таныстырып өттім. Құрметті ораза тұтқан жандар, бұл ақпараттар Данияр Кенжеұлы ұстаздың кітабынан алынған. Баршаларыңызға назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға лайк басып, комментарий жазып, подписаться бөлімінде қоңыраушаны басып қойыңыздар.